Қайырлы күн, Қазақ Үні радиосының тыңдармандары, сіздермен толқында Гүлназ Жасталапқызы. Отбасы апталығы аясында мектебіміздің ұстазы, ана, әже Ақтолқын Бақтығалиқызымен сұхбат өрбіткелі отырмыз. Ақтолқын Бақтығалиқызы, қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті Қазақ Үні радиосының тыңдармандары, баршаңызды бүгінгі отбасы күні мерекесімен құттықтаймын. Рахмет, ендеше сұхбатымызды өрбітейік. Алғашқы сұрағым, сіз үшін отбасы құндылығы дегеніміз не? Мен үшін отбасы құндылығы дегеніміз отбасының әрбір мүшесінің бойындағы қалыптасқан адамгершілік қасиеттері, яғни отбасы мүшелерінің бір-бірімен ұйымшылдығы, бір-біріне деген қамқоршылығы, жауапкершілігі, салт дәстүрді ұстануы, отбасындағы береке, бірлік, осының барлығы отбасы құндылықтар деп есептеймін. Жауабыңызға рахмет. Енді келесі сұрағым өзіңіздің мамандығыңызға байланысты. Мұғалім ретінде ата-аналармен қандай құндылықтар бағытында жиі жұмыс жасайсыз? Енді сіздің 34 жыл еңбек өтіліңіз бар. Сол жылдарда басты осы ата-анамен жұмыста басты назарға қоятын қандай құндылықтар? Мұғалім ретінде ата-аналармен жиі әртүрлі тәрбиелік шараларға шақырам. Жаңа балалармен тығыз байланыс жасау үшін балалармен өткізілетін түрлі спорттық шараларға, немесе әртүрлі балалармен бірге жүріп, бірге қатысатын әртүрлі сынып сағаттарына, сонымен қатар ата-аналарға әртүрлі психологиялық көмек беретін шараларға көбірек қатыстырам. Толықтай келісемін. Енді ана ретінде сіздің бала тәрбиелеудегі жеке қағидаңыз қандай? Енді менің бала тәрбиелеудегі жалпы әр ата-ананың өзіндік бір ұстанымы болады деп ойлаймын. Мен үшін ең бастысы баламды құрметтеу және балаға үлкен сенім арту. Оған қандай жұмыс тапсырсам да, оған жауапкершілікпен орындауға ықпал етемін. Дұрыс айтасыз, толықтай келісемін. Жалпы осы оқушылардың жетістігіне, тәртібіне, отбасындағы ахуалы әсер етеді ме? Қалай ойлайсыз? Әрине, оқушының тәртібі мен жетістігіне отбасындағы ахуал өте қатты әсерін береді деп ойлаймын. Себебі әртүрлі біздерде жалпы өмір тәжірибемде түрлі отбасылар кездесіп келе жатыр. Оның ішіндегі жаңағы толыққанды отбасынан шыққан балалар бар. Олар үйіндегі алған тәрбиесіне қарай олардың сабақ үлгерімі де, өзін-өзі ұстауы да, адами қасиеттері, адамгершілік қасиеттері өте жақсы болады. Ал кейбірде жаңағы келеңсіз отбасыларды да кездестіріп жатамыз. Сондай отбасынан шыққан балалар кейбірде сабаққа ұйқысы қанбай келіп отырады, сабаққа әзірліксіз келеді. Олар қанша жақсы оқитын бала болса да, отбасындағы ахуал балаға мінез құлқының қалыптасуына теріс әсерін тигізбей қоймайтыны анық. Осындай кезде балаға ата-ана мен бала, мектеп ұстазы тікелей осы үштік бірге отырып жұмыс жасап, отбасындағы ахуалға, оның жақсаруына көмектесуге тырысамын. Осындай отбасының оқушыларына қалай сіз қол ұшын бересіз ұстаз ретінде? Осындай отбасының балдарына енді материалдық та, моральдық та қолымнан келгенше көмек беріп жатам, және сонымен қатар кей жағдайда өзім заңды түрде шеше алмайтын мәселелер де болып қалады. Сол кезде мектеп әкімшілігіне тікелей байланыс жасаймыз, немесе мектеп психологтарынан жұмыс жасаймыз. Кейбірде тіпті сондай тәжірибемде оқиғалар кездесті, ауыл әкіміне дейін көмекке жүгініп, жаңағы ата-аналарды тәртіпке шақыруға, жаңағы баланы қалайда жақсы ортаға қосуға ықпал еткен кездеріміз де көп болды. Және де соңғы сұрағым, қазіргі жастарға қандай отбасылық дәстүрлер берік тәрбие бере алады деп ойлайсыз? Енді жалпы қандай отбасылық дәстүрлер қазіргі жастарға берік тәрбие алады деп ойланатын болсам, жаңағы бұл отбасы мүшелерінің ортасындағы жаңағы бір-біріне деген сыйластығы, немесе ағайынның ортасындағы татулық, мысалы отбасындағы әке тәрбиесі, ана тәрбиесі, ата әже тәрбиесі, немесе бауыр тәрбиесі де бұл жерде үлкен рөл атқарады деп ойлаймын. Жалпы енді отбасы тәрбиесі дегеніміз бұл бір адамның ғана қолынан келетін нәрсе емес, қоғам болып осы отбасы тәрбиесіне атсалысуымыз керек. Себебі отбасында әркімнің өз орны бар. Әке тірек бола білсе, ана мейірім мен жылулықтың бастауы,
адам сол өзінің көз қуанышы баласы үшін өмір сүреді. Осы үштік қай уақытта бірлікте жұмыс жасайтын болса, отбасы берекенің ортасы болады. Сондықтан да тіршіліктің тұтқасы отбасы. Бұл әрбір жан өзі отбасын қадірлейтін болса, бақыт ешқашан сол отбасынан алыстамайды деп сөзімді аяқтағым келеді. Әр отбасына, осы Қазақстан Республикасындағы әр отбасына бақыт, береке, бірлік тілеймін. Ақтолқын Бақтығалиқызы радиомызға қонаққа келіп, өз ойыңызбен ашық бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Құрметті тыңдарман, отбасыларыңызға тек бақыт тілейміз. Отбасы аптасын қорытындылай отыра, сіздерге Жанар Аяпбергенқызының атынан ән шашу. Келесі аптада кездескенше. Таратқан махаббаты жылмаққа апаратын ананың риясыз алғысы еді. Мен үшін саялады мейірімін аямаған, құрметтеп өтем әке, ғұмырда мәңгі сені. Анамның ақ жаулығы арым менің, әкемнің ақ үміті бағым менің. Жолдызын ол қызыңның жағып еді, сіздермен шұғылалы таңым менің. Мен үшін арақтаңнан дұқ етіп жаратқаннан, ақ бата тілегіңмен қанаттанған. Әкешім жүрәнімсің, анашым жұмағымсың, Тәңірдің тағдырымда жаққан қос шырағымсың. Анамның ақ жаулығы арым менің, әкемнің ақ үміті бағым менің. Жолдызын ол қызыңның жағып еді, сіздермен шұғылалы таңым менің. Сіздермен